Assalamu alaikum, аяулы Ноғай халқым. Біз бұл жылдан алып, 2020 жылдан алып программа жүріп басаймыз домбыраның ақында. Неге десе, әлгі заманда уже көп яслар, балалар домбыра қайтятыр. Неге десе, уже жүрегінде тамырлар тартатандырта. Ата бабадан қалған домбырамызды. Соның ішінде мен де бірісі домбыра ясайтын Келдімұрат Көріп-Тұрсынов. Одан былайдан берілменді. Неге десе, нағаш тұқымдан көптен бері алдыңғы ұстап алған Мәмбет Терекбаев деген. Соның домбыралары солардың домбырасын бірісін көрсетім келеді сізге. Енді басында программаның міне бұл домбыра қайсыншы, нешінші жыл ясалғанынша білмеймін. Неге десе, міне ескі заты көрет андырсына ескісі. Соны реставрация деп берген еді. Реставрация бұның мен ет болмайқын дедім. Соның үшін де соға көре басқалай ауыстырдым. Бұл ызғы результатыға деп алған. Ойналады етеді. Соға көре. Екіншідей тағы да бір домбырады көрсетім келеді. Одан қарсы келді. Бұл Қайырбек Межитовтен біздің домбырашымыз болған, домбыра ясайтан болған. Көп замандар Россияда тұрған, еткен ветеран войны. Со әр жылда да Россиядан келгенде домбыра ясап әкеліп, отпускасында қайтпай тұрған заманда әрбір домбырашыға, күйшіге өзінің домбырасын беріп кететін болған. Бұл да біраз көріс, қайда состояниесі. Сонда біраз етеп қаламыз, сонда көрсетерім, өзінде конечный результат несі болған екен. Алла берсе. Ендігі аңлатым керек, қайт домбыра ясалып басылайды. Біріншілейді, аламыз ағаштан, неше түрлі ағашлар да бар. Соның ішінде бізге керегестен, қара ағаштан детеділер, кертпе ағаштан детеділер, қозы ағаштан детеділер домбыралар. Солардың бірісін алып кесіледі, юқа кебінде. Осының біз сіз атпасыз бөгеміз. Бөккен соң форма, әзір формалар болды. Бірнеше түрлі формалар бар бізде. Бұндайлар да бар, басқалар да бар. Бұл формалардан салып, бірісіне ябыстырып, біраз шайрап жатқанын тайдырып, нетіп, ябыстырамыз. Айтайын, бұл передачаның ішінде сразу бір домбыра ясалмайды. Неге десе, домбыраның қиыны көп. Сабырлық керек, шыдамлық керек. Астараққан басылатын бір күннен болны қазапты ол. Соңымен өзінің сабын да әзірлейсің. Басында салмаға. Сабынан біраз әкелген. Соң біраз күннен соң біре-біре ясырған соң бұндай форма біраз ясып. Біраз домбыра құсап келеді. Біраз заманнан соң әрі қол еткен соң бұндай форма келеді. Сізге көрсетім, енді басқа домбырлар неге десе, менде заготовкада бұлар көп етіле тұрған. Астараққан күнде бір құлдық етіледі, астараққан аста-аста. Соңшын солай. Осың уже ұз етілерінде қапағын ясайдылар. Қапағы да оның өзінің определенный заты бол керек. Талшынасы 2-5 миллиметрға бұнда бет салып, келейді етіп. Енді ызғы заты, оны уже сырлайсың. Сырлайсың денес, біз лак береміз. Біраз елтіраған болсын. Неге десе, бізде ауада бір жерлерде ісі болады, бір жерлерде суық болады. Созат болмасын, ярылмасын деп домбыра. Осында төлетеміз. Бұрын заманда лак несіп болмаған. Сырлама қойып, сол қайт ет қойдыңдар. Бір атта елтірамайды. Қара қоба түслі. Әлгі яшауда возможностьлар күшлі. Қайды үстемекілерді етілейді. Көріс бұндай көн формада бар. Сондай домбырларда болғанымызда.
Басынан мына бұндай домбыралар. Бұға ұқсаған. Buraytan zatlarga bizde kulakta айтады. Uzun zatına sap deydi. Buna qaqnaq deydi. Buğa şanaq deydi. No, səbəbi buğa bizde айтады tiyek deydi. Қазақтарда tiyek deydi. Bizde esek deydi. Hani bas betinde var. O şeytan çöp deydi. Herhalde bu domburanın ne bilmiyorum. Niye dese bu dombura diyanglarda bir Ясы көмөн сөйлеген заманда мен бұл заттар несі зат екен, мыс заттар, мәнесі несі екен. Мына әлгінде сісі салып қойыпты, аттарын жазып қойыпты, домбырасы екен. Ал бұрын заманда сағаттан болған бияла. Бияла біздің оғайларда бар қылғабызда да, қылғабыздың ішінде екі бияла тұрады, екеуін бір бияла салады. О шайтанның келіп өзіне қараған заманда қашады дейді. Мұнда да сөз ойнаған заманда шайтан өзін қарып көріп қашып кетеді дейді. Мына затты бізге ай дейді. Біздің мұсылманларда ай болған, елінде басында нерде қылыш дейді. Екінші айтпады ма? Екінші айтты. Аймын, ау қылыш. Қылышқа енді мен ойлаймын, сол бұрын заманда ауға неге ноғайлар, бәтірлерге күш берсін деп өзімен алып жүргендерді. Ай ендігі ол біздің дініміз. Аймын деген. Алла Тағала солай oldu. Ben koşatayım sizin. Yağıstan atağım. Sonuç bastırınız. Şimdi birincisini yağıstırayım. Sonra bastırınız. Егерде жуықларыңыз, станыстарыңыз талапты келдер болса, домбыра ясасы келетін болса, әрдайымда янаспа болады. Bizim saytta da telefonları olur, adresleri olur. Kim suyuyordu. İlgilisi biz rayonda yaşaydan 2-3 keller de ödeyim. Birisi men, ikincisi Alber Amanov. Son var bizde Fayzullah Musayev'di. O da yaşaydı. Soların burun zamanda padmasteri de ödedi. Ko'makchi bo'lib kelmem. Asta men o'zimni сөйтіп үйренгем. Қазақстандан Ахметтен bir қазақ келіп, мені үйреткен, Файзуллады, Альбер Амановты үйреткен, көрсеткен первый азы деген затларды, бәр затларды. Соң уже қалған затты өзіңіз жейсің, сесі қайт шығу керек екен, формасы қалай болу керек екен, кімге қалай ярайды дерлеріне. Біреулер сүйет ұспайы ойы өткен, біреулер сүйет меріне тамғасын салмаған, өзінің руын, мерді сүйет. Біреулер сүйет меріне көп өтіп бірақтар яздырғанын, каждый өзінің заттары бар. Әрбір адамға не сарайды, соның затын етеміз. Бұнға қалай керек екен. Бұрын заманда көресіз, бұнда бір затта болман. Айтады, онда бізді атайларда ері тамғасы болған еткен. Көресіз бе? Сізге свидетельство. Bir зат да жоқ. Дағда да жоқ еді бір зат. Там көрсетейін сізге. Бұның заты да бар. Bu домбырада да. Міне бұның заты. Көресіз бе? Bir зат да жоқ.
Ол бізде соң уже шығарғандар. Айменде былай болған. Да домбыра ілінген әрбір термеде неде әрбір адам үйінде ойнап болса да ойнап болмаса да негесі бір қонақ келіп алып өзі ойнап көрсетуден болған. Соң ол ат берділер. Бере келді Мұрат, қошқар мүйіз салшы деп. Қошқар мүйіз тастақ айттық. Солай қалқын. Көп анау деді болған, болмады. Бұл домбыраға мен ойлаймын, мұнда жазу 1955 жыл деп. О zaman ясалмандыр. Бұл ерте болғанда деп ойлаймын, неге десең. Әлі мұнда, мұнда көрсетейін. Көрсетіп, ішінде құмашпен ябыстырылған. Құмаш деген зат, өзі сесті біраз глухой деден. Одан алдын білмеймін қалай болған. О заманда yaşamamыз біз. Әлі оны заттар салынмайды. Уже неге десе құмаш салса, звугы біраз глухой шығады. Уже күшті болмайды сес. Міне бұл заты астынағынан еткенде мыналарға пружина дейді. Неге десе ойнаған заманда есегі салынады. Есек салынған заманда ұрғанда күшейткенде. Сесі мұндан келеді, мынау орнады. Бұнан уже шығып, ерін тесігі зат болғанда затын сесі қырғарып шығады. Не шақыл икон болса, көресіз, мынау бізге дөрткіл ұқсайды. Бұны сесі біраз икон болғанда дөреймін. Бұнда аз ішке салыпты. Қайырбек атамыз. Сесі біраз басқа болғанда дөреймін. Бұны ендігі передачаға иншалла мен сізге ойнап көрсетірім. Мұнда да болған бізде орысларда лат дейді. Салынатанда бізде перне дейді. Пернелер бұрынғы домбыралардан 9-ау болған, 8-ау болған, 11 болған. Мен мұндан санадым, мұнда 9-ау еді. 9-аумен әлгі заманда ойналмайды. Негізі бізге классический темперируемый строй. Сол строймен бәр оркестрларда негізі 9 перненің болса, уже біздің әлгі затқа, әлгі музыка біз келіспейді. Бұрын заманда бәрі сол үйренген, ол уже затпен. Соның үшін мен бұны классический строй етерім, ойнап қарармыз. Ойнағанда басқа бір сазшыды, күйшіді шақырармыз, ойнап қарасын. Неге десе, олардың оценкасын қарармыз, не деп айтар екен, не сетіп өр екен. Бұл домбыраға мен бір затты өзімнен қоспадым, қайтып келген, сөйтіп салам. Неге десе мен ойланын, бұны жаттан елден салайын деп, затына қасынаған. Қойдым соған, ойлайын қой, исторический былай келген мен, былай тұрсын. Қайырбек Межитовтың даже юқтары бар осы, не деді, сес беріңіз маған. Неге десе мен көп сұрауларым бар еді, мен өзім танымаймын оларды кім екен. Солардың дат болса, естім кім екен. Оларды басқа біреулерді білетіндір. Арамызда білетіндер болса, оның ақында хабарлар, нелер есіңізде бар болса, осы кішкей заманда көрген бір хабар есінде қалады етеді. Сонда ет болса, мен бек сізге разы болар едім. Бұл ағашты, бұға қара ағаш дейді, көресіз бе? Қара ағаштың үсті қай дейді, құба. Қара ағаш дейді бұны. Қалай ескілі? Өзімді қалды да, ойлары ұстай болып келеді. Әрбір ағаштың өзінің заттары бар. Преимуществосы. Клённан етсе, клён сесі әрі шығады. Орехта біраз болмауды. В основном даже орыс домбыра, русская домбыра дейді. Ол прототип біздің ескі домбырадан алып, бізде домбыра, оларды домбыра дейді. Бұды қайдырғанлар. Көресіз бе, сол домбыра деп қойған. Русская народная домбыра дейді. Ода оларда шыққан уже 18-ші өмір, 19-ші өмірде. Өзім олардың инструмент, русская домбыра. Оғайым оларда өзім айтшы балалайкасы болған. Қандай көрсетер емес. Басқа домбырамды уже алған тоже.
bizim ноғай домбыраны айтамыз. Старахан уже таяп, тайдырып, бәрі керекті өреклерді. Бұға ұқсайды. Бұн жолдас. Ендігі аста-аста біз ендігіден алып, ноғай домбыраларды оның бәріне де көрсетіп, бұлай болған бізде бұрында басқа ел көрген заманда айтадылар. Яғни сен қазақ домбырада ойлайсың. Бұл да қазақ домбырада, ол бұрста классический вариант етілген сол домбыраға. Бәрі де соны ойнайды. Қазақстан өзінде неше түрлі домбыралар да бар. Әрбір регионда өзінің домбырасы бар. Біреудікі былай ат болып кетеді. Біреудікі прямоугольный болады. Біреудікі треугольный болады. Әрбір басқа болады. Соның үшін айтып беремін. Қазақ домбыра, ноғай домбыралар. Каждый регионда өзінің домбыралары бар. Неге десе мен жаңаларда көрдім бір затта интернетте қылқобыз Майкоптың музейінде үлкен қылқобыз бар, ноғайлар ойналдырған. Әлгі қылқобызбен қараған заңды біраз басқалай онда. Каждый регионда өзінің заттары болған. Соның үшін де көп білмендер айтады, сен қазақ домбырада дейсіңдер. Қазақ домбыра тұр. Соны елдерде де ойнаған. Оны біздің музейде, Терекелде бұға ұқсаған біраз. Бұның кішкей бұл. Сол ұқсап келген, ноғайлардың домбырасы ойнайтылар. Көп адамдар ескі домбыраларын реставрация әкелділер. Даже біз міне айтайын. Еніңде бірінші постсоветский заманда айтайын, Юсуп Бабаевтың болған күшті біздің мастеріміз, ұстамыз. Вот соның домбырасын біресі. Сол біреулер әрбет қолданмаңлар. Суық ерді, су ерді қалдырып нетіп, соның ағаштан зат влага суға көп жетеді. Ярылып нетті. Солар тастарқын реставрация. Реставрация деген зат емді қиын. Неге десе, яңылай ясасаң, өзің білесің, қалай ету керек екен. А реставрация уже басқа бір мастердің құлығын бұзбай үшін, басқалай етпек үшін біраз қиын болады, кермен етпей. Неге десе, біреудің клейі айырылған, ол клейін тайдырасың, сындырып қоймайым деп астархан ашасың, нетесің. Солай еді. Бұл Юсуп Бабаевтың қалған домбырасы. Бұға да бұл 2000 ішінде жазылып өдім да. 2000 жылын өтім, сондай 20 жыл бұл домбыраға. Бұлай жасайыз несәрі бұда еткен біздің бұқтен теректен. Бұқтен терек. Міне домбыра. Бұға уже қызыл бұқ. Бұл да бұқ. Бұл түсі біраз басқа. Енді мен бірінші домбыралардың бірісі. Яғни ясап бастаған заманда 2016 жылда домбыра ясап бастағанбыз. Соның бірінші домбырасы. Алдың еткен заманға шәрі өді. Әлі жүмен қарайым. Біраз басқалай ету керек екен. Бұндың шешіп, тайдырып, үзіп бәрі сес әрі болсын деп. Сондай ойларым бар. Етпеген. Burada bir domra görsün görüyordu. Bunu görürse biraz zaten nava göre. Hadi git. Küçükeyi biraz. Ne gidese 2017-18 yıl oldu da. O zaman Kumluau'dan bir gede yanasıp Akay siz domra yasaysınız. Atamdan algan bir domra var dedi. Sonun restavrasyonu görüyordu. O da geldi. Restavrasyonun mühendisliğini karadım. Состояниесі міне домбыра атқандай еді примерно. Сонымен үнім бұға мысалы құр сабын қалдырмалым атайдан қалсын. Сол затта да, сол домбырада да сабында бұға ұқсаған заттар бар еді. Есімде жоқ уже несі екен. Сол заттардың бәрі қалдырам еді, бір атқада тимей. Онда басқа бір таслар бар еді. Только мастердің кім екені тоже ішінде жазылған етпен, бұрын заманда жазбайтын болған.
ауыздан ауызға айтып, мынау мынаден жасаған, анау еткен деп айтатын болған. Әлгі заманда ішін Астрахань жасамыз біз. Белгі бізден соң басқа бір мастер ұста ашып қараса, айтар, бұл Юсуп Бабаевтың домбырасы екен. Бұл Келмұрат Күртісуновтың домбырасы екен. Оясан деп. Соның затынан алып, етілген домбыра. Бұл да біраз құтылғырып, біраз қуып қалған. Соға қарап, әрдайым формалар іздеп тұрамыз. Неге десе, шөліміз үйкен, еліміз үйкен. Ер-ерді ойлап тұрадылар. Әр заманда да белгілерде қала үйінде домбырасы болды. Яңыларда Жұмакаев Мұрат деп ескілен ауыл, Ленин ауылда соның атасынан алған домбырады көрдім. О да соң білмейтін кім мастер екен. Бұндан мастерін кім екен білмейтін. Соның сол еткен заманда біраз көп заман кетпей хабар үйрет, жаңадан сорайсың, яшкөндерден анадан сорайсың, сонда айтады. Соң білдік, дақтарынан, соның әдетлер сағатан, яла ай қылыш сағатан, мен нағаш тұқымынан Мәмбет Терекбаев домбырасы екен. Содан Мұрат Жұмакаевта да домбыра, Азганбаевтар да бар, Күмбатарда бір домбыра. Ол домбыра әрі өтілін көргеқін, соң барып қарап. Бұл домбыра Шобытлауыл, әлі бізді Новодмитровка дейді. Шобытлаудың бәрі сонда көшкен. Сонда Каракаев төлеген ден әдемін домбырасы, соны атасынан қалған деді. Бұл домбыра. Енді де 50-60 жыл, 100-200 жыл тұрар. Ол заман кеткенде айтарлық әне, атайым домбырасы. Солай халқын. Егер сорауларыңыз бар болса, комментарийде yazarсыз. Бір жатқыда еліміз келсе айтармыз, жауап берерміз. Домбыра деген зат бізден таймасын, дайында yaşasın. Ясларымыз, қызларымыз ойнасынлар. Әлгі заманда возможности көп адамдар басқа елде тұрадылар, Северде, Москвада. Сонан да заказ етеділер, Норильстен да. Айтадылар, мынау домбыра керекті. Жібереміз, бәжет етеміз. Неге десе, әлі сол затты біз үйіртпесек, тағына бір сұғынан біреуді үйіртпес, ұмытылып қалар. Осыған сол баяғы колхоз болып қалды да. Колхоз болмау үшін біз өзіміздің культурамызды, сәниетімізді, тарихымызды әрі біліп, әрі үйіртіп, ұшын зат айтып. Неге десе, дүниеде плагиаттар да көп болады. Бізде бұлай болған деп, исторически алып қарағанда түбінен қазған заманда болман екен. Соншында, неге десе, өзің халықтың арасында осы хабар үйірмеді олды. Басқа елге шыққан заманда сен алдына кіріп салса, Келмұрат, бұлай болған шашын десен, бет айтасың десе, ноғайдың бетін, сен өзің бетін қара етпейсің, халықтың бетін қара етесің. Соншында, ясларға да тілек, білген затты әрі өтіп, қарап, шегіп, сөйлеп, айту керек. Неге десе, таңына бүрсін басқа елде жүргенде, неткенде, сөздер болады, хабарлайсың десе, бізде бұлай болған, бізде бұлай болған деп. Соншында, жүргенде, дұрысын сөйлеу керек. Солай өт. Алдын бұрын заманда клейді қалай болған білмеймін. Әлі біз уже аламыз әрі клейлер, иностранное производство, американский, немецкий. Неге десе олар уже проверенный, неше мастерлер солармен ішлейді. Біреулер айтады, бюрократлар, оған алдыңғы заманынан дейді. Қайнату керек, нету керек. Қайнатудың керек тұр. Әлгі заманда уже әруклейлер көп. Неге десе, конкуренция ойнайды. Заводларда, фабрикаларда да. Олар бәрі де шалсалдар, әруклейлер етпей, бізден алсын деп. Соның үшін әруклейлер шығарып, солардың бірісі Бонд. Соның бірісі Клиберит, әруклей, немецкий. Соның клейлермен ішлейміз. Олар сол затқа гарантия береді. Оның неге десе, клейт еткен соң, сол біздің
instrumenттер nedir? Su yerde tursa, nede tursa олар айырылады. Құры ерде тұрып, әрі сақланса, бекәрі тұрады. Одан айырылып қалың болады. Суда неде тұрса, суықта неден. Соншында әл көрем балалар домбыра неге келеділер. Орамда көресіңдер, янның ауырайды, біреулер домбырада. Олай кепті, орамын алып жатыр. Қар еп жатыр, ямғыр еп жатыр. Ол инструмент ярылмай не болсын? Ярылады ше. Соншында олардың аталарына, аналарына үлкен тілек соларға дорба тігіңіз, чехол, сатып алыңыз. Сол инструментті қолай затту, неге десе қазір әрбір ұста сол инструментке айтады частичка души, да, өзіңше янын береді. Неге десе әр инструмент өзінше ses beredi. Неге десе вроде бәр параметрлерді бір қарайсыңдар, сантиметр, линейкамен өлшеп нетіп. Вроде бәр затты бір. Seslері басқа. Материал да бір. Қай жерден өзінің айтады не дейді ниетіне göre. Қайдиядан инструментте сондай болды. Мен өзім не раз убеждался. Біреуге айтасың, қолығы тез жүреді, біреуге айтасың, біраз кешіп қалады. Біреудің инструменті әрі шығады, біреуді көрі осал шығады, но приходится сол біраз күш беріп, сол инструментті әрі сез береледі. Айолы халқым, бұл бізде ызығы передача ту. Иншалла, ендігі де басқа сіздің комментарийлерді оқып, басқа передачаларда шығарып, выпусклар имеется в виду домбыраның ақында. Біз сол өкімет оркестрінде ішлеген соң, сонан бірше барлықты үйретеміз. Сіздің комментарийді оқыған соң, біз басқа уже темаларға шығарымыз. Кімде қайди сұраулар бар. Сол сұрауларын тұра, біз уже басқа передачалар етіп, сіздер көрсетпеге. Мен сізге уәж айтып бір күннен ет болмайым, бір мәселе етпейді. Siz onu görgəndiniz videolarda. Basayıb 5 minutdan özünə qayıb domra oynayır. Olay olmaydı. O yumalar, aylar gerek. Yeni zatlarda men уже басқа процесsi gösteririm. İnşallah. Aman durunuz.